Мергендік жалпы орта білім беретін мектебінің 6 сынып оқушы Нұрлыбек Саида. Менің тақырыбым менің отаныма, менің отбасыма. Менің отбасым сабақтастық, құндылықтар мен мағыналар. Жобаның мақсаты отбасының қоғамдағы маңызын түсіндіру, ұрпақтар арасында сабақтастық. Жоба міндеті отбасының адам өміріндегі рөлін анықтау, өз отбасы мүшелері туралы мәліметтер жинау. Мысалы, ата, әже, ата-ана, тағы да басқа. Бұл жобаның өзектілігі қазіргі қоғамдағы отбасының рөлі мен маңызын қайта түсіну қажеттілігімен байланысты. Отбасы адам тәрбиелейтін, ұлттық дәстүр мен мәдениетті сақтайтын негізгі орта. Отбасының қарым-қатынасын аз болуы, ата-ана мен балалардың немесе басқа отбасы мүшелерінің бір-біріне көңіл бөлмеуі, сезімдері мен ойларын ашық айтпау салдарынан туындайтын жағдай. Бұқаралық ақпарат құралдарының қарқынды дамуы, ақпарат тарату құралдарының теледидар, радио, газет, журнал, интернет, әлеуметтік желілер, көзқарастың әртүрлілігі. Көбіне ұрыс көптеген келіспеушіліктер әсерінен туындайды. Шешу жолдары: ата-әженің өсиетін тыңдап, олармен көбірек уақыт өткізу отбасының берекесін арттырып, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету тәрбиелейді. Бұл ұрпақтар арасындағы байланысты сақтап, отбасы құндылықтарын ұмытылмауына көмектеседі. Барлық отбасымен бірге техникасыз кешкі ас ішу де өте маңызды. Ас үстінде әркім өз-өзінің күні қалай өткенін айтып, бір-бірінің жағдайын сұрап, ашық әңгіме жүргізе алады. Бұл отбасы мүшелерінің арасындағы сенімді арттырып, қарым-қатынасты нығайтады. Әр отбасы өздік жеке дәстүрін ойлап тауып, сол дәстүрді тұрақты түрде ұстанса, отбасы мүшелері арасында ерекше жылулық пен бірлік қалыптасады. Ұлттық құндылықтардың бастауы отбасы. Әке отбасы тірегі болса, ана берекесі. Қазақ халқы ежелден бала тәрбиесіне аса назар аударған. Қазақтың салт дәстүрлері, ырым-тыйымдар, құндылықтардың берекенің отбасындағы әрбір адамның маңыздылығын көрсете білген. Жеті ата шежіре бастауы. Жеті атасын білмеген жетесіз деп бекер айтылмаған. Құрман, Масқар, Итемеген, Айдарбек, Есенбек, Демеу, Нұрлыбек. Мен Нұрлыбектің ішінде жатамын. Өз ата-бабасын жеті атасына дейін білу әрбір азамат үшін міндет болған. Сол білігі арқылы ол өз халқының дәстүрін жалғастырып отырған. Сабақтастықтың рөлі. Сабақтастық өткен мен бүгіннің арасындағы көпір. Ол бізге тарихымызды білуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ болашаққа дұрыс бағдар жасау көмектеседі. Ата-бабалар өткеннен қалған мұраны сақтау, бүгінгі ұрпақ қазіргі жетістіктерді бақылау, келешек ұрпақ жаңа мүмкіндіктерге жол ашу. Отбасылық мағыналар. Отбасылық мағыналар біздің өмірлік бағдарымыз. Олар бізге не маңызды екенін көрсетеді. Сонымен қатар қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Бірлік. Отбасы мүшелерінің бірлігі, қолдау, бір-бірімізге қолдау көрсету, өзара түсіністік пен кешірімділік. Ата-ана алдындағы парыз өтеу. Ата-ана отбасының негізі, діңгегі, бастапқы дәнекері. Дәстүрлі қазақ отбасы ата-ананың қадірін ертеден ерекше есептеген. Ата-аналар, оқушылар, мұғалімдер. Мұғалім екінші ата-ана, ата-ана бірінші ұстаз. Ата-аналармен қызықты жиналыс өткізу, оқушылар және ата-аналармен бірге сайыстар өткізу, ата-аналарға арнап көрнекті ақпараттар жинау, көрмелер, жалпы бірлескен іс-шаралар жасау. Күтілетін нәтиже. Отбасы мүмкіндігін пайдалануы, балалар мен жастардың еңбектерін ақылға қонымды ойлауға және жаңа жағдайда әрекет етуге қабілетті шығармашылық адамның жеке қасиеттерінің қалыптасуы және дамуы. Қорытындылай келе, отбасы құндылықтары адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Әр бала өз отбасының тәлім-тәрбиесін бойына сіңіріп өседі. Отбасында көрген сыйластық, мейірім, қамқорлық пен жауапкершілік бала мінезін қалыптасуына үлкен әсер етеді. Ал кел балалар, асқа бата беріп жіберейік. Асқа адалдық берсін, басқа амандық берсін, аман болсын әулетің, аса берсін дәулетің, уайым қайғы болмасын, басыңа бақыт орнасын, еш жамандық болмасын, әумин деп бастайды.